Қайырлы күн, қадірменді оқушылар. Сіздермен бірге Бақтияр Ғабиденұлы. Бүгін сіздердің назарларыңызға биология пәнінің 7 сынып оқушыларына арналған экожүйелер тарауының қоршаған орта факторларының тірі организмдерге әсері атты сабағымды ұсынамын. Алғашқы сұрағымыз қоршаған орта дегеніміз не? Қоршаған орта немесе тіршілік ортасы жер бетіндегі әртүрлі табиғи жағдайлардың жиынтығы болып табылады. Қоршаған ортаға температура, ылғалдылық, жарық, қышқылдылық, топырақ құрамы тағы басқа жатады. Қоршаған ортаның құрамдас бөлігі экология. Экология дегеніміз тірі организмдердің бір-бірімен қарым-қатынасын, оларды қоршаған ортасымен байланыстырып зерттейтін ғылым. Осы саланың экологиялық факторларын түсінейік. Экологиялық фактор дегеніміз тірі организмдердің тіршілігіне әсер ететін кез келген орта жағдайлары немесе орта құрам бөліктері. Экологиялық факторлар 3 топқа бөлінеді: абиотикалық, биотикалық және антропогендік. Абиотикалық факторларға тірі организмдерге сыртқы орта жағдайларының факторларының әсері. Оған климат, температура, жарық, ылғалдылық, топырақ құрамы, жер бедері және атмосфера газдары жатады. Сіздердің назарларыңызға 2 сурет берілген. Бірінші суретке қарасаңыздар, өсімдікке күн сәулесі, ылғалдылық, температуралық режим, топырақтың құрамы өте қолайлы болып тұрып, және өсімдіктің жоғары ретте дамығанын көрсетіп тұрсыздар. Ал екінші суретте күн сәулесі жоқ, ылғалдылық пен суарылмағанын, немесе тым суық, немесе тым ыстық болғаннан кейін өсімдіктің қурап әлжуаз болған көріп тұрсыздар. Сонда біз неге қорытындыға келеміз? Яғни абиотикалық фактор өсімдіктің кез келген тірі ағзаның тіршілік етуіне тікелей әсер еткенін көріп тұрсыздар. Келесі бізде фактор биотикалық. Биотикалық фактор дегеніміз тірі ағзалардың бір-біріне немесе қоршаған ортаға әсері. Паразитизм, бір түрлер арасындағы бәсекелестік, екі түр арасындағы жыртқыш пен жемтік арасындағы байланыстар мысал бола алады. Келесі фактор антропогендік. Антропогендік фактор дегеніміз адам іс-әрекетінің қоршаған ортаға әсері. Адамзаттың 2 жолы бар: не ғаламшарымызды ластау, немесе табиғатқа жанашырлық танытып, оның көркеюі мен дамуына үлес қосу. Құрметті оқушылар, сабағымыз аяқталды. Төмендегі сілтемеге немесе экрандағы QR арқылы сіздер бүгінгі өткен тақырыбымызға қатемен жұмыс жасап, сабақты бекітулеріңізге болады. Қош сау болыңыздар, көріскенше.